Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirli cemaat, biz vağızlarımızda Allah'ını süyü, peygamberdi süyü, dinimizdi süyü degen bir oğumlarda koldanamız. Sonda Ali radiyallahu anhuga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ali, meni katты жақсы көресің ба? Немесе әйелің болған Фатиманы қатты жақсы көресің ба деп сұрақ сұрайды. Ali radiyallahu anhu біз секілді әйелімді жақсы көрем деп айтсам, пайғамбарды ренжітем, пайғамбарды жақсы көрем деп айтсам, үйге кіре алмай қалайым демекші, бір сезіммен, бір оймен ештеңе айта алмай жерге қарап кетіп қалады. Үйге келсе, Фатима анамыз Ali радiyallahu anhu'da мұңайған түрде көреді. Не болды деген уақытта Алланың елшісі менен Фатиманы көбірек жақсы көресің ба, мені көбірек жақсы көресің ба дегенде мен жауап бере алмадым дейді. Сонда ей Али, осыған да жауап бере алмадың ба? Сізді Алланың елшісі болғаныңыз үшін, Фатиманы әйелім болғаны үшін, бала шағамды да менің ұрпағымды жалғастырғаны үшін жақсы көрем деп жауап бермедің ба деген екен. Қараңыздар. Бұл дегеніміз біз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de ne үшін жақсы көреміз деген сұрақтың бірінші жауабы Allah'ның елшісі бізге дінімізді алып келген үшін және дінімізге ешқандай нәрсе қоспай тәблиғ деген мамандығын толығымен атқарған үшін бірінші мақсатта пайғамбарымызды Алладан кейін жақсы көреміз керек. Егер бұл себептің өзі жеткіліксіз болатын болса, біздің бұл жеткіліксіз, мен пайғамбарды сүйім үшін маған басқа да мысалдар бер дейтіндерге арналған уағызымыз осы уағыз болады, қадірлі жамағат. 619 жыл хижреттің бірінші жылдарының есебінде болады бұл. Қайғы жылы деп атағалады. Не үшін? Сіз бенен біздің дүниелік жұмыстарымызда сенген ағаларымыз, көкелеріміз, немесе үйде әкеміз, немесе үйде туған ағамыз болады. Қандай да бір проблемаға да болып қалса, звондап, аға, милиция ұстап алды, шешіп беріңізші. Аға, сотта бір мәселе болды, шешіп беріңізші. Аға, больницаға кірамын, шешіп беріңізші дейміз ғой. Егер сол кісілер бізге беріп тұрған медеттерін, поддержкаларын алып қалса, біз қандай моральный шөгеміз? Сол сияқты осы қайғы жылы пайғамбарымызға да моральный шөгу болды. Бірақ пайғамбарымыз менің жақын адамдарым, менің сүйеніп тұрған адамдарым қайтыс болды деп дінді жаюдан тоқтаған жоқ. Немесе өзінің негізгі энергиясын жоғалтып қойған жоқ. Мақсат не еді? Алла тағаланың разылығы еді. Абу Талиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көкесі еді. Ислам дінін қабылдамаған болса да, пайғамбарымыздың жанында пайғамбарымызды қолдап, қорғап жүрген еді. Мүшриктер үйінің алдында жүргенде Абу Талиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйін қорғайтын еді. Сонда ол кісі өлім төсегінде жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр: "Ей көке, ла илаха иллаллах деңіз, Алла бір деңіз, қалғанына мен махшарда есеп күнінде, ей Алла тағала, мен сенің сүйікті құлыңмын. Мен Абу Талибтің кәлима бергеніне, сізге иман келтіргеніне мен куәгерлік қыламын" деп айтып отыр. Сонда Абу Талиб бұлай деді: егер қауымым Құрайштердің Абу Талиб өлімнен қорққан үшін өзінің дінінен сатып ислам дінін қабылдады деген сөзді айтатындарын білмегенінде еді, мен ислам дінін қабылдайтын едім деді. Қараңыздар. Өзі пайғамбардың ағасы, пайғамбарымыздың хақ екенін біліп отыр, ислам дініне келгенін біліп отыр, соңғы пайғамбар екенін біліп отыр. Бірақ адамдардың сөзіне байланысты адамдар мені өлімнен қорқты деп айтады ғой деп ислам дінін қабылдаған жоқ. Және де ағасы ислам дінін қабылдамай сол жерде қайтыс болды. Осыдан 3 күннен кейін алғашқы иман еткен, бүкіл мал мүлкімен жәрдем берген сүйікті әйелі болған Хадиша анамыз да қайтыс болды. Өзі сүйенген 2 адамы бар еді. Біреу Абу Талиб, екіншісі Хадиша анамыз еді. Бұл 2 кісі де қайтыс болды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: менің сүйенгендерім қайтыс болды, мен бұдан кейін ислам дініне сенбеймін, иман келтірмеймін деп Алла тағалаға немесе мен саған не жаздым деп міндет қылып қарсы келген жоқ. Қараңыздар. Өлім келген болса да жақын туысқандарына, ең сүйеніп тұрған адамдарын алып қойған болса да, пайғамбарымыз Алла тағалаға деген махаббатын және ислам дініне деген махаббатын жоғалтып қойған жоқ. Біз осы пайғамбарды сүймей,
басқа кімді жақсы көреміз? Бізді екі сөз сөйлесе біреуінде алдаған досымызды жақсы көреміз да, бірақ пайғамбарымызды жақсы көрмейтін болсақ, біз сияқты үммет болмайды, қадірлі жамағат. Пайғамбарды жақсы көру осы үшін болды. Неге? Өзінің туған туысқандарын, өзінің өмірін тоқ болудан ұзақ тұрып, тек қана ислам дініне қызмет қылған бір пайғамбарды біз жақсы көрмей, кімді жақсы көруіміз керек? Бұл мысалдардың, 100 мыңдаған мысалдардың бір мысалы. 627 жыл, хижреттің 5 жылы, Бани Надир деген яһудилер мүшриктермен келісім істеп, сендердің діндерің ана Мұхаммедтің дінінен жақсырақ деді. Бұл аят карима Ниса сүресінің 51 және 52 аятта келеді. Олардың дінінен сендердің діндерің жақсырақ деген сөз бар. Соның үшін екеуміз бірігейік, мұсылмандарды түбегейлі жоқ қылып жіберейік деді. 10 мың әскер жиналды. Бұл әскер неге көп жиналды деген сұраққа Ухуд соғысында тактикалық қателікке байланысты, біз ұттық деген сенімдеріне байланысты мұсылмандар ұтылды деген сөз араб жарасына, аралдарына жайылып кетті жерлеріне. Сонда 10 мың адам келе жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға белгі келді. Шұңқыр қазыңдар деген. Бірақ мен пайғамбармын, мен өзім білемін деген ұғым жоқ еді. Ең мықты мәселеде де, ең төмен бір мәселеде де бүкіл сахабаларын жинап алып, сендердің пікірлерін қалай, менің пікірім былай деп, бүкіл мәселені ортаға талқылап тұрып, шешім қабылдайтын еді. Біз аз ғана бастық болып қалсақ, әкім болып қалсақ, министр болып қалсақ, басшы болып қалсақ, не қыламыз? Өзім білем деп қаламыз. Бірақ пайғамбарымыз пайғамбар, Алланың сүйікті құлы, әлемде ол кісіден жоғары деңгейде ешкім жоқ. Сондай болса да не қылды? Біз сияқты кедей болса да, жағдай жоқ болса да, сахабалармен, мұсылмандармен ақылдасуға тырысты. Осындай пайғамбарды біз сүймейік. Кімді сүйеміз? Кімді жақсы көреміз? Сонда Салман Фарси айтты: дұшпан бізге шабуыл жасаған уақытында біз олардың аттаскерлері секіріп кетпесін деп хандак, яғни шұңқырлар қазатын едік дейді. Енді біздің ақылымызға былай келмесін. Мынау Мәдина қаласы 4 жағы қазылды. Бұнда ұғым жоқ. Мәдина қаласының Шайхайн және Мезат деген екі аралық қазылды. Одан бөлек оң жағы құрма ағаштарымен тола еді, сол жағы үшкір тастармен тола еді, арқа жағы үлкен здания және таулармен жауылған еді. Яғни қаланың алды ғана еді. Алды қазылды. Қазылған уақытта қараңыздар. 15 метрге 10 адамнан қойып отырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қазатын болды. Бірақ адамдардың барлығы аш еді. Анас радиаллаху анху айтады: бізге 2 күнде немесе 1 күнде, 1 мезгіл қолымызға бір алақан аз ғана арпа берілетін еді, және де дәмі иісі ауысып кеткен май берілетін еді дейді. Біреуміз және пайғамбар да соны жейтін еді. Ешкім бұл берілген тамақтан, бұл тамақтың әдемісі жоқ па, палау жоқ па, қуырдау жоқ па деп ерекспейді. Неге? Мақсат не бұл жерде? Пайғамбар, басшы сол жерде жүр. Басшының разылығы Алланың разылығы, ал оған ергендерде Алланың разылығын алуды басшыларынан көріп отыр. Қараңыздар. Біз отағасылар, еркектер үйде жүреміз. Мен көшеден жұмыс істеп келдім деп, үйде аяғымызды көтеріп жатуға болмайды екен. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолынан келгенше өзінің жұмыстарын өзі істейтін болған. Әхлі байтқа, үй иелеріне жәрдем беретін болған. Біздің де амалымызда сол болу керек. Жабир радиаллаху анху айтады: хандакты қазып жатырмыз, бір құмда үлкен бір тас шықты дейді. Бұлай көрдік болмады, Алла елшісіне хабар салдық дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келді, қолына күрегін алды, Аллаху акбар деп бір ұрды дейді. Бір ұрған еді, ұрып болғаннан кейін қарнынан кішкене тас түсіп қалды дейді. Сонда біз көрдік дейді. Пайғамбардың өзін тоқ көрсету үшін, мен аш емеспін, мен жұмыс істей аламын деп көрсету үшін қарнына тас байлағанын сол жерде көрдік дейді. Және де оны ұрғанда не қылды? Йемен біздікі болды деді дейді. Екінші рет бір ұрғанда Шам біздікі болды деп айтты дейді. Үшінші рет сол жерде ұрған уақытында не деді қадірлі жамағат? Иран біздікі болды деп айтты дейді. Қараңыздар. Болашақта мұсылмандардың қолына өтетін және де ислам дінінің жайылуына себепші болатын сүйіншіленген осы оқиға болды. Және де үшінші соққымен ол құм жарылып кетті дейді. Соны көрген Жабир радиаллаху анху айтты дейді: Алланың елшісі, егер рұқсат болса мен үйге барып қайтсам болады ма? Менің мақсатым жұмыстан қашу емес деп айтты дейді. Пайғамбарымыз үйіне барып қайт деді. Үйіне барды, әйеліне айтты: әйелім, үйде не бар деді. Аз ғана нан жабатын арпа бар, және де бір қозы бар деді дейді. Онда қозыны соямыз деді. Қозыны сойдым дейді. Жабир радиаллаху анху түсіндіріп отыр. Және де мына наннан, арпадан нан істе,
қойды пісіріп қой деді. Мен пайғамбарды 2-3 адаммен шақырып келемін деп кеттім дейді. Бардым. Бізде әңгіме айту бар ғой, бір жақын адамымыз болса, жай шақырамыз да құлағына. Пәленше, сәл өтсең, екеуміз шай ішіп аламыз, аналарға айтпай ақ қой, жанымыздағы дейміз ғой. Сол жақта Жабир радиаллаху анху пайғамбарымыздың құлағына барды да, Алланың елшісі, өзіңізге жақын 2-3 адамды алсаңыз, үйде азғана нан мен азғана ет бар еді, дәмденіп алыңыз, аш жүрсіз ғой деді. Қараңыз. Жабир радиаллаху анхудың ойы фитнес салу бұзықшылық емес. Пайғамбарымыздың қарны тойсын деген әрекетте жүр. Ол бала шағаның рызқы, бірақ пайғамбарымыз тойсын деп тұр, махаббаты күшті болып тұр. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Сен әйеліңе айт, қазанның қақпағын ашпай тұрсын" деді. Біз барамыз деді. Сонда шықты: "Ей халайық" деді. 1000 адам хандакты қазып отыр, 1000 адам. Жабир үйінде дастархан жайып бізді шақырып жатыр екен. Кеттік деді. Жабир радиаллаху анху көз шықпай дейін деді. 4 адамға тамақ істеген, 1000 адам кетіп жатыр. Үйіне жүгіріп барып келсе, әйеліне айтады: "Мен пайғамбарға айтқаным бәрі келіп жатыр" дейді. Сонда қараңыз да, біз жастарға айтамыз: жар сұраған уақытта сұлу болсын, ұзын болсын, шашы пәлен, көзі пәлен деп сұрама. Әйелім инсафты болсын, әйелім парасатты болсын, әйелімде Аллаға деген, пайғамбарға деген махаббат болсын деп сұрайық. Жабир радиаллаху анхудың әйелінің мінез сияқты әйел бізге нәсіп болады. Не деді білесіз ба? "Ей, қопалжыма" деді. "Пайғамбар не деді" деді. "Қақпақты ашпасын" десе, пайғамбар олай айтқан болса, біздің тамағымыз бәріне жетеді деп айтты. Қараңыздар. Біздің әйел болса не дейді? "Мен саған 3 адам әкел деп едім ғой, 4 адам әкеліп ыдыс аяқты кім жуады?" Ана әңгімесі көп болады да. Парасатсыз әйелдің әңгімесі көп болады. Ал парасатты әйел не дейді? Пайғамбар айтты ма, болды, шешіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйге келді. Келген әрбір адамға қатарменен кезекпенен кіресіңдер деді. Бір нанның ішіне бір ет қойып берді. Бір нанның ішіне бір ет қойып берді. Осылай жалғастыра берді. 1000 адам тойды. Сол ет солай тұрды, сол нан солай тұрды. Азайған жоқ. Бұл да бір ашықтан бір мұғжиза, керемет болды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жабир радиаллаху анхудың әйеліне айтты: "Бұл етті және нанды көршілеріңмен бөлісіп же. Аштық бұл ауыр нәрсе" деді. Және де бұл оқиғада біз осы хадис шарифті қолданамыз. 2 адамның тамағы 3 адамға, 3 адамның тамағы 4 адамға жетеді деген хадис шариф бар. Бұдан біз нені шығарғымыз келеді? 4 адам сөйлесіп тұрған болса, ана 2 адамды танымаймыз, 2-ін танимыз. 2-ін тамаққа шақырғымыз келіп отыр ғой. Қате. Дін, шариғат бұған рұқсат бермейді. Сол жерде көрген бүкіл адам тамаққа шақыруымыз керек. Шақыра алмаймыз ба? Бастамайық. Бастадық па? Бүкілін шақырып қонақ қылуымыз керек екен, қадірлі жамағат. Енді қараңыздар. Өзі аш, қарнынан тас түсіп жатыр. Өзіне жетпейтін бір тамақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 1000 адаммен бөлісіп жатыр. Біз осындай пайғамбарды жақсы көрмей, осындай пайғамбардың алып келген дініне бағынбай, біз кімнің дініне бағынуымыз керек? Біз кімнің айтқанын істеуіміз керек, қадірлі жамағат. Сол секілді Хамза радиаллаху анхуды Ухуд соғысында Вахши арқасынан аңдып тұрып найзаменен өлтірді. Бұл жетпегені сияқты, Хинди оның Хамза радиаллаху анхудың бүйректерін тістеп тастады. Яғни пайғамбарымыздың исламды қабылдаған, өзіне қорға болған ағасын қорлап тұрып өлтірді. Сол адамды Мәдинада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағаланың разылығы үшін кешірді. Қараңыздар. Пайғамбар кешірімді болды. Пайғамбар ең жоқ уақытта да бізбен бөлісті. Пайғамбар қайғы қасіретті болса да ислам дінін жаюға тырысты. Біз осы нәрселердің барлығын көре тұра, егер пайғамбарға деген біздің махаббатымыз болмайтын болса, қадірлі жамағат, қорқыңыздар, бізде иман жоқ. Алла тағала баршамызға Алланы және пайғамбарын сүюді нәсіп етсін. Бүгінгі естіген және де білген хадис шарифтерімізге амал етуімізді баршамызға нәсіп етсін. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.